Men bugungi Motex men tagы да Danaevshik жұмысының екінші сериясын түсіретін боламын. Алдыңғы серияда мен тек қана бір рейс қана жасаған болатынмын. Ол да бірақ мен видеода тек қана бір рейс жасағам. Ал бірақ өмірде мен көп рейс 5-6 рейстен жасаған едім. Ол бірақ түсіруді ұмытып кетіппін. Кешіріңіздер. Бүгінге енді көп рейс жасағанымды түсіретін боламын. Достар, мен сіздерге бірдеңе айтып кетейін. Менің Уфа серверіне кіріп, бірге дамып, бірге ойнаймыз. Соған менің Уфа серверіме кіріңіздер. Міне достар, біз келдік. Енді грузовикті арендовать етуге келдік. Міне грузовик арендовать еттім. Енді заказ алатын боламыз. Заказды ошақтан алып, мынау 44-дегі батыр осыны алатын болам. Обычный руда маған ең жақсы трицеп болады. Өйткені ол жеңілірек болады, үйті Нижегород маған жақынырақ. Бұл сайваны маған бағана алысырақ болған. Достар, біз ошақтан рудаларымызды загрузить етеміз. Оған гудок басып загрузить ете аласыздар. Достар, сіздерге қалай тез бару жолын үйретейін. Сіздер осы жақпен келесіздерді, арғы жақтағы үйден оңға қарай бұрылатын боласыздар. Оңға қарай бұрылып, прямойынан жүресіздер. Енді сосын сол жаққа осы жолмен жүре бересіздер. Алдыңғы видеода мен тек қана Danaevshik қалай жұмыс істейтінін үйреткем. Ал бұл видеодан тек қана жұмыс істеп, қанша ақша тауып, қалай жұмыс істеген көресіздер. Қалай тез бару жолдарын да үйретемін. Осы мусоркадан оңға қарай бұрылып, осы ашық жерден былайдан өтіп, екі ағаштың ортасына өтесіздер. Осылай тезірек бара аласыздар. Мен уже келіп қалдым, 1 километр қалыпты. Енді мен келесі рейске дейін әлі сәл қалыпты. Келесі рейс, екінші рейсқа мен видеомды күтіңіздер. Екінші рейсті қазір барған кезде түсірем. Мені достар, осы біреуін енді біттім. Енді келесі рейсқа қарай баратын боламын. Келдіп, жасайын деп жатырмын. Енді яқтан карго деп біз трицепімізді шығарамыз. Ол да жасыл түсті. Біз енді тағы да Нижегородқа қарай баратын боламыз. Тағы да руда алдым. Ал достар, енді осындай да болады. Енді анда-санда осындай болып тұрады. Ал машина атып шығып келіп, бар скоростьпен соққанда осындай да болып қалады. Енді содан кейін форумға жазып, міне помощь десеңіздер шығарып береді. Енді оны күтеміз. Админ қарап бізді шығарып береді. Міне осылайынан шығарып береді. Администратор осылай бізді қарап отырып істейді. Достар, мен уже екінші рейстің уже 1 километр қалды екінші рейс бітуіме. Енді екінші рейс біттік. Енді қазір 300-дай толып 1 миллионға жеткізейін. Содан кейін видеоны аяқтайтын болам. Достар, енді мен екінші рейсімді аяқтадым. Енді 3-ші рейсті баратын боламыз. Достар, мен ойым өзгеріп, аукционға баратын болдым. 3-ші рейс келесіде осы аукционнан кейін баратын болам 3-ші рейсқа. Міне аукционға да келдік. Аукцион ішіне кіріп, енді номер или сим-карта алатын боламыз. Екеуін, біреуін нормальный сим-карта или нормальный номерка болса алатын боламыз. Міне достар, біз енді іздеп атырық номерлер. Ларioктың өзі 7 миллионның
тұрады. Или 79 миллион. Дұрыс емес болса айтпады. Енді нақтын дұрыс номеркалар көрінбей жатыр. Нормальныйсы 170 мың осы болып тұр, бірақ басқаларын да көре берейік. Достар, мен нормальный номерка таппадым, сол үшін былай қарай қысқаша